Сәлем баршаңызға. Менің есімім Жанка болады. Сіздерге күніне 5 минут өздеріңізге көңіл бөлуді ұсынамын, және де менімен бірге мен секілді үйде отырған аналар, декреттегі аналар өзінің тұла бойына онша көңілі толмайды, көңіл бөле қоймайды. Себебі бізде уақыт жоқ, иә? Сондықтан сіздерді күніне 5 минут, тек 5 минут бөліп, менің парақшама кіріп, видео қарап, менімен бірге жаттығу жасауды ұсынамын. Менің парақшама жазылыңыздар, лайк басыңыздар. Сіздермен әрқашан біргемін, және де басқа да жаттығулар жасап, бірге тұла бойымызды қалпына келтіріп сұлуланайық. Ал ары қарай кеттік. Бірінші жаттығуымыз арқамызбен жатып, денемізді көтеріп, аяғымызды жан-жаққа кезекпен кезек лақтырамыз. 10 рет қайталаймыз. Келесі жаттығуымыз қолымызбен аяғымызды кезекпен кезек түйістіреміз. Оң қолымызды сол аяқпен, сол қолымызды оң аяқпен. Келесі денемізді көтеріп, аяғымызды өзімізге қарай тартамыз. Келесі жаттығуымыз аяғымызды кезекпен кезек көтеріп, жерге тигізуге болмайды. Келесі жаттығу аяғымызды ауада көтерілу деп аталады. Яғни аяғымызды жерге тигізбей, көтеріп түсіріп, кезекпен кезек жасаймыз. Осы жаттығуымыз аяғымызды ауада ұстап, кезекпен кезек итереміз. Келесі жаттығуда денемізді жартылай, аяғымызды жартылай көтеріп, осылайынша қатып тұрамыз. Бұл жаттығуда аяғымызды кезекпен кезек ауада қайшылаймыз. Дәл сол қайшылауды басымызды және аяғымызды ауада көтеріп тұрып қайшылаймыз. Келесі жаттығу аяғымызды және денемізді ауада ұстап лақтырамыз. Тамаша жаттығуымыз аяқталды.
Ал осымен қыз келіншектер біздің комплекстік жаттығуымыз аяқталды. Күніне 5 минут осы жаттығуды жасасаңыз ішіңіз кәдімгідей бір аптаның ішінде тартылып қалуына кәміл сеніңіздер. Тағы да жаттығуларды қарастырамын және де жазыңыздар. Қандай жаттығу менен күтесіздер? Сіздерден мен сауал күтемін. Қыздар, менің парақшама жазылуды ұмытпаңыздар, лайк басуды ұмытпаңыздар. Инстаграм парақшама да жазылсаңыздар, өте қуанышты боламын. Таныс болайық, менің есімім Жанка. Мен жаттығулар жасап сіздерге тұла бойларыңызды сұлуландыруға көмектесемін, және де менің парақшама кірсеңіздер, мен иіс сулармен айналысамын. Духи заказ берем деген болсаңыздар, мархабат.